Барлықтарыңызға сәлем. Маған осындай әдемі заказ түсті. Ұзатуға 126 штук. Осыны жасап, неше күн қолым тимеді. Егер сіз де мен сияқты үйде отырып табыс тапқыңыз келсе, маған WhatsApp нөмірге жазыңыз. Ол үшін сізге ең алдымен дайын шаблондар керек болады. Бізде осындай дайын шаблондар каналы бар. Көптеген мероприятияларға, ұзату, қоныс той, юбилей, әртүрлі тематикада осындай әдемі шаблондар бар. Дайын фотолары да бар. Оны алып, өзіңізге реклама жасап, бастапқыда клиент жинау үшін алсаңыз болады. Осы фотолар арқылы өзіңізге клиент жинап, заказ жинап, жұмыс жасай бересіз. Барлығы өте оңай. Бізде чат поддержка бар. Ішінде 1000-нан аса адам бар. Бүкіл Қазақстан бойынша қыз-келіншектер отырады. Білгендермен бөліседі, көмектеседі. Одан бөлек 4 админ бар. Кез келген админға жазып, сұрақтарыңыз қойсаңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап беріп, білгендерін айтып көмектеседі. Осындай керемет дүниемен айналысып, жұмыс жасағыларыңыз келсе, маған жазыңыздар WhatsApp нөміріме. Мен сіздерге ары қарай не істеу керектігін айтамын. 2 баламен осы дүниені жасап қалай үлгердің деген сұраққа міне жауабым. Бірінші барлығын шығарып алдым шаблондарымды. Одан кейін қидым, бәрі дайын болғаннан кейін бүктедік. Қасымда күйеуім жүрді. Апасы балаларды қарады. Мен ойлаймын, егер шын бірдеңені қалап, бірдеңені бастағың келсе, просто нужно захотеть, и все получится деп ойлаймын. Барлығын осылай бүктеп алғаннан кейін жабыстырып шықтым. Ол жерін бәрі видеоға түсіріп үлгермедім. Жабыстырғаннан кейін осылай үстіне үкілерін тағып шықтық. Үкімен жұмыс жасау өте қиын. Барлығымыз түшкіріп, пысқырып, аллергия болып, тұншығып қалдық осымен жұмыс жасап жатқан кезде. Сонда да әйтеуір дегендей болдық. Өте әдемі дүние шықты. Балаларым қайта-қайта келіп жатыр. То үлкен қызым келеді, то кішкентай қызым келеді. Қыз болғаннан кейін балаға өте қызықты бұл, өте әдемі дүние болғандықтан. Қыздың көзі қызылда дейді ғой. То апасы қарайды, то папасы қарайды. Әйтеуір алданып. Үйде отырып, баламен, балаға да үлгеріп, жұмыста жасап үлгеріп, онымен қоса ақша тауып отырғанға не жетсін. Сіз де осылай жұмыс жасап отыра аласыз. Мен жасаған дүниені сіз де жасай аласыз. Может, менен де жақсы қылып жасайтын шығарсыз. Сізге тек қана бастау керек. Бірдеңеден бастау керек. Жата бергеннен түк шықпайды. Жұмыс жасап бастағыңыз келсе, маған жазыңыз. Барлығына көмектесем. Барлық сұрақтарыңызға жауап берем. Өзім неден бастадым? Мен де бәрін с нуля бастағым. Барлығын айтам. Каналға қосам. Каналда чат поддержка бар. Жаңа айтып кеткендей, соған қосам. Өте оңай, тек қана қалау керек. Осы жұмыспен айналысқым келеді деп ниеттенсеңіз барлығы болады. Міне мен барлығын болдым. Барлығын столдың үстіне тізіп жатырмын. Қазір не шыққанын көресіздер. Міне менің дүнием жасаған. Өте әдемі, өзіме өте ұнады. Өз көңілімнен шықты. Первую очередь. Және де клиенттің де көңілінен шықты.